Бүгін 2 тамыз 2025 жыл. Мынау диван менің үлкен әпкем Жамалдың диваны еді. Бұл диванды кезінде көзі тірісінде өзі маған берген. Мен біраз жылдар бойы бұны пайдаландым. Енді қазіргі уақытта бұған реставрация қажет. Матасының бәрін түсі өңіп кетті. Бірақ мен қазір денсаулығыма қатысты реставрацияны жасай алмай отырмын. Бірақ қазір бұл диванды жабдықтау ісімен айналыспақшымын. Ол үшін біріншіден бұның бетіне покрывало жабамын. Покрываланы кезінде құрап қойғанмын джинсы маталардан. Сонымен жабамын. Екінші кезекте бұның бетіне жастықшалар тігіп құрап жастықшалармен сәндеймін. Үшінші кезекте бетіне лайықтап құрақ көрпеше құрамақшымын. Міне менің дайындаған покрывалым осындай құралған покрывало. Жапқыш дейді ғой, жапқыш. Осы жапқышпен қазір осы диван жауып қоямын. Міне джинсы маталардан және драп, тығыздығы қалың қатты маталардан құралған жапқыш жасаған. Осы үстіне жауып қойдым бұл диванды. Енді қазір құраған жастықшаларын сәндеп қоямын. Жастықшаларды әдемелеп сәндеп қойдым. Осындай жастықшалар құрағанмын. Әртүрлі маталардан осындай енді мынаның бетіне құрақ көрпеше құраймын. Кезінде апаларымыз құрақ көрпешені құрау үшін арнайы маталар сатып алмаған. Олар күнделікті тұрмысқа қажетті киімдер тіккен кезде солардан қалған қалдық матаны ысырап қылмас үшін құрақ көрпешелерге пайдаланған. Шаршы немесе 3 бұрыш етіп осылай құраған. Мынау сол Зеркүл апамның кезінде ол жилетке тігіп базарға сататын болған. Солардан қалған қыжым маталардан құраған құрақтың бөлшегі. Енді мен осы құрақты үлгіге ала отырып, осындай құрақ құрамақшымын Жамал әпкенің диванның бетіне қойғанға. Бірақ мен бұл әдісті алғанмен қыжым матадан емес, мынандай тозығы жетпеген сәннен шыққан киімдердің қиындыларының маталарын алып пайдаланбақшымын. Өйткені осындай маталардың қиындылары менде өте көп, соларды осы диванға қолданбақшымын. Міне бұлардың барлығы сәннен шыққаны болмаса, маталары өте тығыз, қатты осындай маталар. Бұлардың бәрін босқа тастағанша құраққа пайдаланбақшымын. Мынандай 14-14 төртбұрышын алып, маталардың үстіне қойып, осылай сызып алдым. Сөйтіп осындай төртбұрыштар дайындадым. Міне әртүрлі маталардың киімдердің. Осындай төртбұрыштар дайындап алдым. Сосын сол төртбұрыштарды мынандай қылып біріне бірін жалғап тіктім. Біріне бірін жалғап осылай тігіп алдым бәрін. Бүгін 3 тамыз 2025 жыл. Міне мен тозығы жетпеген, матасы тығыз киімдерден осындай жолақтар кесіп, өлшеп. Сөйтіп бұларды біріне бірін жалғап, осындай ұзынша жолақшалар жасап алдым. Сосын ол жолақшаларды кешегі құраған шаршы құрағыма жалғастырып тіктім. Жиектерінің бәрін тігіп шықтым. Мынандай тігіп шықтым. Енді шеті қалды. Шетіне бұлайынан тігіп шығам. Жалғап. Содан кейін астар тігем. Одан кейін үйдегі перденен қалған ескі тюль бар. Тюльден бидайығын жасап, ішіне мақта салып, қабып, көрпеше тігіп, мынаны сосын сол көрпешені осы тіспен қаптай салам. Сөйтіп дайын болған көрпешені кешегі Жамал әпкемнің диванның үстіне төсеп қоямын. Міне көрпешемнің тысын тігіп бітірдім, астарын барлығын. Енді мынандай
ескі тюльден, бұл да өмірі тозбайтын тюль, бірақ сәннен шықты. Енді бұны осындай нәрсеге қолданамыз. Бұны осы тюльден көрпешенің бидайын жасап алдым. Енді бұл бидайды біз көрпешенің өлшемінен сәл артықтау етіп аламыз. 10 сантиметрге дейін артықтау аламыз жан-жағынан. Көрпешенің тысының өлшемі 190-да 60 сантиметр болды, шағын көрпеше диванға. Ал бидайының өлшемі 2 метрде 70 сантиметр қылып алдым. Енді ішіне мақта салып қабаймыз. Сонда тысқа салған кезде ол гүмпиіп, көтеріліп, әдемі болып тұрады. Енді осыға мақта салу жұмысын жасайық. Диванға арналған көрпеше болғандықтан, шағын көрпеше болғандықтан, бұның ішіне онша көп мақта салмаймыз. Ар кетсе 1-2 килограмдай мақта саламыз. Міне мақтасын салып шықтым. Мақтаны жаңа мақта, көрпе тіккеннен қалған жаңа мақта қалдықтары, содан пайдаландым. Енді қазір аударып қабаймыз. Міне мақтасын да салып аудардым. Енді ана басын тігіп, мынаны қабып шығам. Содан кейін тыстың ішіне саламыз. Көрпешемді қабып та біттім. Мынандай мақтасын ұстап тұрса болды. Осындай қабып шықтым. Енді тысына қаптаймыз. Міне көрпешені қаптап тігіп шықтым. Астары мынандай қызыл шытмата. Осындай көрпеше болды. Міне. Серкүл апамның әдісімен осындай шашылардан құрадым, әртүрлі қалдық. Киімдерден қалған қалдықтар. Міне өте әдемі көрпеше болды. Енді осыны диванға барып төсеп келейік. Міне диванымызға да келдім. Күн батып бара жатыр. Кішкене қараңғылау болатын сияқты. Сонда да болса төсейін көрпешемді. Міне төседім. Тура өзінің өлшеміндей болды. Әдемі болып жараса қалды. Күшті кетті. Жастықшалармен. Үйде тағы да жастықшалар бар. Оларды ішіне толтырып, оларды әкеп қоям. Негізі көбірек жастық болғаны жақсы. Диванға реставрация жасалғаннан кейін анау жапқышты алып тастаймын. Тек қана осы көрпешемен жастықшалар тұрады.